Сәлем, құрметті көрермендерім, Гүлді әлем каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем, мен Батыс Қазақстанда тұрамын. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге жүгері туралы айталамын, яғни көбісіміз түсінбесек, яғни қарапайым кукуруз туралы. Кукуруз бізде жыл сайынғы өсірілетін қияр помидор сияқты азығымыздың бірі. Көбісіміз өсірсек, көбісіміз өсірмейміз. Біздің отбасымызда, яғни осы жүгеріні, кукурузды өте жақсы жейді. Сол себепті мен жыл сайын өсіремін. Жүгері бұл жаңа дәнді тұқымдас қатарына жатады. Көбісіміз осындай көктемгі мезгілдерде май айларында, жаңа мамыр айларында жерге дән қылып егемізде шықпай жатады. Біздерде мысалы июньнің басы болса, мен бұны яғни көшет арқылы марттың аяғында емес, апрельдің аяғында, яғни майдың басында, сәуірдің аяғында көшет арқылы отырғызып, содан кейін барып әбден күн жылынғасын отырғыздым. Себебі неге күн жылынғасын? Себебі бұл өте жылу сүйгіш өсімдік болғандықтан, әбден күн жылынып кетті деген кезде, көз жеткізген кезде ғана отырғызу керек. Себебі бұл өте салқынды жақсы көрмейді. Кішкентай салқын болса, жаңа өліп қалады. Енді сіздер көріп тұрсаңыздар, ең бірінші бұлар жаңа стақанда болсын, жаңа ыдыста болсын, өсіп тұрған кезде кішкене жіңішкелеу болады. Жерге отырғызғаннан кейін міне өздері қалыңдап, өте күшті болып, сіздерге көрсетейін. Міне мындай қурап жатқан жапырақтар болса, бұлар ең бірінші жаңа көшет кезіндегі жапырақтары жерге түсіп, екі жағына түптеген сайын ол жапырақтар түсіп, қалыңдай береді. Неге мынандай қарап тұрсаңыздар, ряд қылып өсірдік былай? Себебі кукурузымыз ең екі жағына түптеген картоп тәріздес, екі жағынан түптеген кезген сайын сабағы қалыңдай беріп, кукурузымызды өте жақсы шығады. Кешіріңіздер, тарақан ба бірдеңе жүр. Өте жақсы шығады. Сол себепті осылай түптеген жақсы. Ара қашықтығына келетін болсақ, ара қашықтығы 25 сантиметрде 30 сантиметрде болса артық етпейді. Себебі бұлар өскен кезде, қалыңдаған кезде одан да мысалы мына негізі алшақтай болған. Көріп тұрсаңыздар, сабағы қалыңдаған кезде, яғни аралары жақын көрінеді. Дегенмен де міне көріп тұрсаңыздар, өскен сайын аралары жақын болып, бір-біріне жаңа кукуруздары, дәнді дақылдары шықпай қалады. Сол себепті кішкене араларын ашық қылсаңыздар, жерлеріңіз кең болса, тіпті жақсы. Бұл кукуруз менің өзімнің тұқымымнан жиналған кукуруз. Биыл көреміз. Себебі мен жыл сайын сатып алатын едім. Биыл өте тәтті жүгерінің тұқымы тап болып, соны алып қалым келіп, міне биыл өсіріп отырмын. Өте жақсы шығып тұр. Өте жағы тез шықты, бірінен қалмай бәрі шықты. Еккенде бәрі де алып кетті. Бұны басында шамалып, бұлай күніге су құйып жүрдім. Одан кейін уақытым әбден болмағаннан кейін, білесіздер ғой, менің уақытым болмайды. Бір көрермен айтқандай, араларына шланга арқылы күніге емес, енді 3-4 күнде күннің ыстылығына байланысты бір суарамыз. Кукурузда, яғни өте жылу сүйгіш және де суды жақсы көреді. Бұл қалай не істейді десеңіздер, жаңағы кукурузды шат десеңіздер, яғни бұны ешқандай ара ештеңе тозаңдатпайды. Яғни бұның өзінің ең башында бидай тәріздес шашақтары болады. Сол арқылы өзі сол шашақтармен тозаңданып, жел арқылы тозаңданып, екі жандарынан жүгері шығады. Бұл жерде енді арамшөп көп жоқ. Арамшөпті барлығы айтады, неге жұлмайсыздар деп. Біздің үйде мал көп, бұйыртса соған біз әбден өсіріп, жинап, мысалы мынандай шөптер болса, соны сәл өсірткіземіз. Содан кейін барып жұлып малдарға береміз. Малымыз көп болғандықтан күнделікті шөп беруіміз тоймайды. Сол себепті өсіріп береміз. Ол мынаның суын тартып алады деген сияқты ондай мықты қағида жоқ. Уақыты келгенде алынады. Көп адам айтады, неге жылмайсыз деп. Соған айтып жатқаным, жылынады міндетті түрде әрине, бірақ та жаңа сәл өскесін. Мысалы, сіздерге көрсетейін. Мына жерде шөп тұр, міне. Мына көріп тұрсаңыздар. Мына шөпті біз жылғаннан не пайда? Яғни бұны малға бере алмаймыз. Яғни арам шөптің де өзін пайдаға асыруды, бұл жерде көріп тұрсаңыздар, пайдаға асыруды ойлап тұрмыз. Яғни бұны тауыққа бересе, тауыққа беріледі, тауықты бірақ сыра жеп қояды. Сол себепті біз кішкене өсіріңкіріп барып малға береміз. Көріп тұрғаныңыздай, қарапайым арам шөптің өзін пайдаға асыруды қазіргі кезде ойлаған жөн. Себебі көріп тұрғаныңыздай бүкіл жерде қазір арам шөпті олап жатыр.
шауып жатыр. Арам шөбіміздің де өзі тіпті шыны керек азайып бара жатыр. Сол себепті барлығымыз да малымыздың таза, ешқандай қоспасыз, ешқандай уланбаған шөпті жегенін қалаймыз. Сол себепті осылай өсіріп суарған кезде әрі малымызға, әрі мыналардың арасы тазалып, сөйтіп екі оқпен бір қоянды атуға болады. Соны айтпақшымын сіздерге. Тағы да сіздерге жүгері туралы не айтайын. Мен үнемі жыл сайын жүгеріні осылай көшет арқылы отырғызамын. Себебі дән арқылы отырғызсам жердің астынан бірдеңелер жеп қоя ма, шықпай қалады. Жыл сайын сол себепті бір жағынан салқын кезде, осы уақытқа шейін салқын болды. Мысалы осы 2-3 күндіктің өзінде күн өте салқын болды. Биылғы жаздан білмеймін, өте бірсе салқын, бірсе ыстық, қайтадан енді 38 градус келе жатыр. Яғни күн ыстық болып кетеді. Ыстық та жаман, мықты салқын да жаман. Сол себепті көшет арқылы отырғызбаса, рассада арқылы отырғызу өте тиімсіз. Сол себепті мен жыл сайын осылай көшет арқылы отырғызамын. Жалғыз жүгеріді емес, жалғыз барлық асқабақ болсын, қияр болсын, барлығын көшет арқылы отырғызамын. Сол себепті әр адам өзі біледі, көшет арқылы отырғызса, мысалы Алматы облыстарында мысалы көшет арқылы емес, былай жерге салсаңыздар да шыға береді деп ойлаймын сіздерде. Себебі сіздерде күн өте жақсы, жылы. Біздерде Батыс Қазақстанда бірсе салқын, бірсе жылы болғандықтан барымызша өнімімізді тез алу мақсатында осылай көшет арқылы отырғызамын. Видеолар ұнаса, түсірілімдер ұнаса, тағы да видеолар болады. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сұрақ қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, почтама жазыңыздар түсінбесеңіздер. Сау болыңыздар.